Менің өз басымнан тылсым оқиға өткен жоқ. Бірақ дүниеде тылсым күштің бар екеніне сенем. Бірге оқитын құрбымның айтып берген оқиғасынан кейін тылсым күшке сенімім арта түсті. Құрбымның ағасы Алматы қаласында тұратын. Бір күн ағасының досы қыздар аруақтарды шақырып, болашақ жұбайларының кім екенін біледі екен. Екеуміз де аруақ шақырып көрейік деп ұсыныс тастайды. Сол мезетте оған бұл қызық көрінген құрбымның ағасы келісе кетеді. Сосын екеуі түнгі сағат 12-де жарықты сөндіріп, үлкен айнаның алдына шырақ жағып, аруақтарды шақыра бастайды. Құрбымның ағасы ашық жарқын жігіт болған екен. Ол біріншімен жарымның кім екенін білейін деп айнаның алдына отыра қалыпты. Аруақты ойыншық көріп күліп отырған жігіттің сәлден соң жанары кең ашылып, тілден қалғандай мелшиіп қатып қалған көрінеді. Оның бұл отырысынан секем алған досы оны бас салып иығынан жұлқыласа да отырған орнынан қозғалмай қойыпты. Сол уақытта жарықты жақса тылсымдық күші жойылатынын білетін ол жалма-жан жарықты жағып қалған екен. Кенет досының өң-түссіз боп-боз болып жерге құлап бара жатқанын көріпті. Содан бері құрбымның ағасы тілден қалып, мәңгүрттік күй кешіп жүр екен. Ал оның айнадан не көргенін, неден қатты қорыққанын ешкім білмейді.